Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Сарымсақ туралы видеома қош келдіңіздер. Бұл видеода сарымсақтың шығу тегі, адам ағзасына нақты пайдасы мен зияны және халық медицинасына қолданылу жайлы айтатын боламын. Маңызды ақпаратты өткізіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Сізге бұл ақпараттар танымды әрі қызықты болады деген үміттемін. Көрсетілім қызықты болсын. Әдеттегідей сарымсақтың шығу тарихына қысқаша шолу жасайық. Сарымсақ адамзатқа белгілі ең көне өсімдіктердің бірі. Оның шығу тарихы толық анықталмаған, бірақ ол Орта Азиядан шыққан деп есептелінеді. Онда ол жабайы түрде өскен. Сол жерлерден сарымсақ бүкіл әлемге таралып, танымал дәмдеуіш, дәрі-дәрмек және көптеген мәдениеттердің символына айналды. Ежелгі Египетте сарымсақ зұлымдықтан қорғайды деп құрметтелген және қасиетті өсімдік болып саналған. Сарымсақ мумиялау рәсімінде, емдеуде және тамақтануда қолданылған. Пирамида құрылысшыларына күнделікті олардың денсаулығын арттыру мақсатында сарымсақ берілетін. Сарымсақ сонымен қатар перғауындардың құдайларға берген сыйлықтарының бірі болды. Гректер өздерінің спортшылары мен жауынгерлеріне жарыстар мен шайқастар алдында сарымсақ берген. Ал римдіктер сарымсақты бас ауруы, асқазанның бұзылуы, құрттар және суық тию секілді әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданды. Орта ғасырлық Еуропада сарымсаққа деген көзқарас бұрыс та дұрыс та болған. Теріс беделге ие болу себебі ол басқа тағамдардың жетіспеушілігі кесірінен қоғамның кедей өкілдерінің негізгі асы болды. Сонымен қатар сарымсақ алғашқыда оба инфекциясының себебі болып саналды. Сондықтан сарымсақты өртеумен де айналысқан. Дегенмен сарымсақ вампирлерге, қасқырларға және зұлым рухтарға арналған тұмар ретінде қызмет еткендіктен де оң мәнге ие болды. Сарымсақ Азия елдерінің мәдениеті мен асханасында үлкен маңызға ие болды және халық медицинасында кеңінен қолданылды. Әсіресе Қытай және Үндістан халықтары оның дәмі мен адамға пайдасы үшін бағалады. Тіпті Шыңғыс хан өз әскерін сарымсақ көмегімен емдеген. Ол туралы сәлден соң нақтырақ айтып өтемін. Қазіргі зерттеулер ежелгі уақытта белгілі болған сарымсақтың көптеген пайдалы қасиеттерін растайды. Соларға тоқталайық. Иммунитетті нығайту және инфекциялардан қорғау. Сарымсақ бактерияларға, вирустарға және грибоктарға қарсы әсер етеді. Ол суық тию, тұмау, тамақ ауруы, бронхит, пневмония, герпес, кандидоз және тағы басқа сияқты әртүрлі аурулармен күресуге көмектеседі. Инфекциялардың алдын алу және емдеу үшін сарымсақты жай күйінде тұтынуға, оны салаттарға, сорпаларға, тұздықтарға қосуға, немесе одан тұнбалар, сироптар, майлар және басқа да өнімдер жасауға болады. Мысалы, суық тиюді емдеу үшін 3-4 тілім сарымсақты ұсақтап, бал қосылған сүтпен араластырып, бірден ішіп алыңыз. Қысымды төмендетіп, жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсарту. Сарымсақ қан тамырларының кеңеюіне, холестерин мен қандағы қант мөлшерінің төмендеуіне жол бермейді. Қан айналымы мен жүрек бұлшықетінің жұмысын жақсартады. Сарымсақ сонымен қатар жүрек қан тамырлары ауруларының себебі немесе салдары болуы мүмкін стрессті, нервоздықты, ұйқысыздықты, бас ауырын жеңуге көмектеседі. Қан тамырларын емдеу үшін сізге 400-450 грамм сарымсақ және 24 орташа көлемдегі лимон керек. Сарымсақты ұсақ қылып турап, үстіне сығылған лимон шырынын құйып, 24 күнге арасында араластырып қараңғы жерде ұстаңыз. Айтпақшы, лимонның пайдалы және зиянды қасиеттер туралы менде видео бар. Арнаға кіріп, тамашалаңыздар. Сарымсақ ас қорытуды жақсартады. Сарымсақ тәбетті, асқазан сөлінің, ұйқы безінің және өт қабының секрециясын ынталандырады. Тағамның қорытылуын жақсартады. Кебулерді, іш қатуды, дисбиозды, гастритті, ойық жараны, колитті және асқазан ішек жолдарының басқа ауруларын жояды. Сарымсақ сонымен қатар бауырда, бүйректе, теріде және басқа дене мүшелерінде жиналуы мүмкін ауыр металдарды, радионуклидтерді, паразиттерді, токсиндерді және басқа да зиянды заттарды кетіруге көмектеседі. Бауырды тазарту үшін 100 грамм бал, 100 грамм лимон шырыны мен 100 грамм ұсақталған сарымсақты араластырып, 1 ай көлемінде күніне 3 рет бір үлкен қасықтан қабылдасаңыз болады. Немесе 5 тілім сарымсақ үстіне 1 литр су құйып, қайнатып алған соң 15 минут баяу отта ұстаңыз. Кейін суытып, сүзгіден өткізіп алыңыз. Дайын болған сусынды тамақ ішуге жарты сағат қалған кезде жарты стақаннан күніне 2 рет қабылдаңыз. Шыңғыс хан өз әскерін әртүрлі паразиттерден сақтау үшін күнде ұсақ туралған сарымсақты шайнамай жылы сүтпен, не болмаса айран, немесе қымызбен бірге қабылдатқан. Сарымсақ потенция мен либидоны күшейтеді. Сарымсақ ерлер мен әйелдерде жыныстық құмарлықты арттыратын және эрекцияны жақсартатын ең күшті афродизиактардың бірі. Сарымсақ жыныс мүшелерінің қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, тестостерон синтезін жақсартады,
эндорфин өндірісін арттырады, көңіл-күй мен өзін-өзі бағалауды жақсартады. Сарымсақ сонымен қатар простатит, аденома, импотенция, фригидтілік, вагинит, кандидоз және тағы басқа сияқты қалыпты жыныстық өмірге кедергі келтіруі мүмкін әртүрлі аурулардың алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Жыныстық құмарлықты арттыру үшін жыныстық қатынастан 1 сағат бұрын бірнеше түйір сарымсақ жеуге немесе бал мен сарымсақ қосылған 1 стақан жылы сүт ішуге болады. Алайда сарымсақтың пайдалы қасиеттеріне қарамастан кейбір жағдайларда адам ағзасына зиян болуы мүмкін тұстары да жеткілікті. Солар туралы айтайық. Сарымсақтың келесідей қарсы көрсетілімдері бар. Асқазан және ішек аурулары. Сарымсақ асқазан және ішек ауруларын емдеумен қатар, оларға зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан да дәрігердің кеңесін алмай тұтыну ұсынылмайды. Аллергия. Сарымсақ кейбір адамдарда аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Сондықтан сарымсақ және оның компоненттеріне жеке сезімталдылығы бар адамдарға сарымсақты тұтыну қауіпті болуы мүмкін. Гипотензия және жүрек қан тамырлары аурулары. Сарымсақ қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Бұл гипертонияға шалдыққан науқастар үшін пайдалы, бірақ гипотономиямен ауыратын науқастар үшін қауіпті. Сондықтан сарымсақты қысымға, жүрекке немесе қанға әсер ететін дәрі-дәрмектерді қабылдаған кезде қолдану ұсынылмайды. Жүктілік және емізу. Сарымсақ плацента мен сүтке еніп, ұрықтың немесе баланың дамуына әсер етуі мүмкін. Сарымсақ жүктілік немесе бала емізетін әйелдер мен олардың балаларына жүрек айнуын, құсуды, метеоризмді, диатезді, аллергияны, ұйқысыздықты, тітіркенуді тудыруы мүмкін. Сондай-ақ сарымсақ жатырдың тонусын төмендетуі мүмкін. Бұл іш тастауға немесе мерзімнен бұрын босануға әкеледі. Сондықтан сарымсақты жүктілік кезінде немесе емізу кезінде тұтыну ұсынылмайды. Сарымсақты эпилепсия және неврологиялық аурулар бар кезінде қолдануға болмайды. Операциялар мен медициналық процедуралар алдында. Сарымсақ қанның ұюына, анестезияға, қысымға, жүрекке және операцияның немесе процедураның нәтижесіне әсер етуі мүмкін, басқа да факторларға теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты жоспарланған операцияларға немесе процедураларға 10-14 күн қалған кезден бастап тұтыну ұсынылмайды, және оны тұтынар алдында дәрігерге хабарлау ұсынылады. Көріп отырғаныңыздай, сарымсақ бұл пайдалы да, зиянды да болуы мүмкін күшті емдік өнім. Сондықтан сарымсақты емдік мақсатта қолданар алдында дәрігермен кеңесіп, жеке ерекшеліктеріңізді ескеру керек екендігін тағы да есіңізге саламыз. Сарымсақ бұл пайдалы және дәмді көкөніс қана емес, сонымен қатар көптеген қызықты және ерекшеліктері бар таңғажайып өсімдік. Міне сарымсақ туралы кейбір қызықты фактілер. Сарымсақтың қасиеттері мен әсерлері туралы 3000-нан астам ғылыми еңбектер бар. Және де бұл ең көп зерттелген өсімдіктердің бірі. Сарымсақты зертханалық жағдайда да, клиникалық сынақтарда да зерттеліп, оның адам денсаулығына оң әсері дәлелденді. Сарымсақтың өзіне тән иісі мен дәмі бар ең хош иісті өсімдіктердің бірі екені барлығына мәлім. Бұл сарымсақты өсімдік жасушалары зақымдаған кезде пайда болатын арнайы қосылыстардың аллицинин және басқа да сульфиттердің болуына байланысты. Бұл қосылыстар сарымсаққа дәмдеуіш беріп қана қоймайды, сонымен қатар бактерияларға, вирустарға, грибоктарға, паразиттерге қарсы және антиоксидантты иммуностимуляторлық әсерге ие. Сарымсақ адамдарда әртүрлі реакциялар тудыратын ең даулы өсімдіктердің бірі. Кейбіреулері сарымсақты дәмі мен адам ағзасына пайдасы үшін жақсы көрсе, ал басқалары оның иісі мен тигізетін зияны үшін жек көреді. Жалпы сарымсақ пайдалы да, зиян да болуы мүмкін. Ұсынылған ақпарат пайдалы әрі танымды болса, бұл видеоны жақындарыңызға таратыңыз. Лайк басып, арнаға тіркеліңіз. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар.